Ассалаумағалейкум қазақ елі, Сери Волт арнасына қош келдіңіздер. және де жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Бүгін бізде автозвуктың эстрадамыздың кезекті бөлімі. Бүгін біз өткенде айтып өткендей алдағы уақытта музыка жинаймыз дедік. Сол себептен динамиктер заказ беріп қойған болатынбыз. Қазір қандай динамик, қай жерде істейміз, қай жерге орнатамыз, оныға видеосын толықтай түсіндіретін боламыз. Алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқан достар, біз DL аудиомен қазір чисто DL аудиодан барлығын жинап жатырмыз. DL аудиодан біз динамиктер заказ бердік. Негізі приорадағы негізі болады, ошибкаларын толтырып музыка жинауға. Бірақ пока бізге как классика ретінде уже приора дейтіндер түсінеді ғой, как классика ретінде ошибканың астыңғы жағына 3 двадцатка, 2 рухруға қойса, соның өзі нормально жетеді. Көшеде кетіп бара адамдардың вниманиесін өзіне қарата алады деп мен сөйтіп жасағым келіп отыр. Динамиктер заказ бердік. 3 двадцаткамыз келіп жатыр, почти уже жақындап қалды, келіп қалу үшін 1-2 күнде келіп қалу керек. Бүгін достар біз автозвукқа келдік. Ошибкаларымызды шешеміз, осында подиум заказ беруге қалдырып кетеміз. И бұл жақта да 3-4 күн ішінде подиумымызды жаңағыдай біздің айтқан размерлері бойынша жасап, барлығын дайындап беретін болады. И одан кейін барлығын жинап, настройки етіп, в общем, қазір видеосын өзіңіз көретін боласыздар. Ал біз көпірек видеомызды бастаймыз. Шешіп қойдық, қалдырдық, все енді жігіттерге тапсырамыз. Давай, родной, тапсырмаңыз аған. Келеміз ғой. Видеомызда басталмас бұрын достар, сіздерге керемет жаңалығымыздар. Қазір тыңда білесіздер, оқу жылы соңына таяған сайын алдағы уақытта керемет матчтар бар. Алдымызда Лига Чемпион. Сол себептен сіздер достар матчқа болжам жасап, ақшаларыңызды арттырып алсаңыздар болады. Ол үшін төмендегі белгіленген комментарий сілтемеге кіресіздер. Менің промокодты теріп тіркелсеңіздер, алғаш депозиттеріңізге $500 бонус беретін болады. Бұл достар барлығы оп-оңай сіздерге сәттілік тілейміз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Алло достар, біз қазір мінекей келген динамиктерді алып кетуге келдік. Бізге Ресейден іздек арқылы салып жүрген болатын. Бұл ешқандай да жарнама емес. Бұл жолы барағанда залогистикке көп ақша төлейді екенбіз. Өйткені жота бізде динамиктер көп болған сайын товар ауыр, салмақ ауыр. Сол себептен залогистика Москвадан Астанаға 20 мың теңге. Phoenix SQL 200-діктер, 20-ткілер, 180 ваттар. Қазір енді толыққанды обзор жасайтын боламыз. Алдымен қазір детейлинг центрге барып, біз дәл осы динамиктерге, дәл осы рупорға келетін кольцларды апарып беруіміз керек болып тұр. Тақа досым кеше бір-екі кольц жетіп жатыр, кольц әкеліп бер, сонымен тез-тез карт жасаймыз деп жатыр. Мінекей біз қазір тауарларды алдық. Қазір енді по пути кольц аламыз, ананы сіздерге детейлинг центрге барып обзор жасап көрсететін боламыз. Олай болса, кеттік па? Еркекше айтайын, DL аудионың мына вонючкасы бар ғой ше. Топ қор, потолок қор, айтшы еркекше конкретно. Мына иісі басқаша екен бірақ. Жерде бізде мынандай бір подиум бар тұрмыз. Біздің рупорға сәйкес келетін. Предел какой сумму показать? Мынандай короче коучлар. Орны қарса әдемі келеді қарса. Фон уже. Ну ладно, тема. Кайф. Парасы мың жарымнан екен, бізге 2 пара керек. 3 мың теңге алып кететін боламыз. Все, 2 пара дайте. Ал, мәнімін дегенше, детейлинг центрге келдік. Ассалаумағалейкум, мұраттан қалай жайы салып тұрасың, аман есен. Тамыр міне. Кешегі нелер. Так, олай болса, жалпы бізге бұл жолы DL аудио не жіберді? Мұқият қараңыздар. Ал та құрметті достар, мінекей бізде DL аудиодан бұл жолы 2 коробкаға келді. 2 коробкада бізде не бар? Мінекей 2 рупор. Бұл жолы біз басқа модельден алдырдық. TW1, TW2 деп бөлінеді. Бұл рупорлардың достар, мен бір риза болған жерім, қараңыздар. Кімді мақтасаңыздар, соны мақтаңыздар конкретно. Мен ешқандай брендтер мынандай көрген жоқ. Қараңыздар. Мынау енді потолок. Өзімен бірге мінекей пайт етіліп, кондер бірге шығып жатыр. Бұл өзі мінекей жаңа үлгідегі рупорлар, темір. Тауышын естіп тұрсыздар ғой. Сондай-ақ әр коробканың ішінде бізде өзінің керемет вонючкалары мен DL аудио надпистері бар. Дәл осында бізде достар 2 рупор, сондай-ақ бізде мынандай наклейкаларында жіберіпті. Бұлар енді көбінесе негізі машинаның сыртына жасырып қояды. 3D ғой, шығып тұрады наклейкалар. DL-дің логотипі.
Бұл енді білмеймін, бізге қажет болады. Оны алда оқып көре жатырмыз. Сондай-ақ өзімізде бізде 3 пара 20-ка, мұнда достар ақпаратты толық айтып кететін болсақ, бізде Phone X SQL-дан жинап жатырмыз. Негізі түрлері өте көп. Алдыңғы жолы біз бірінші алдырған кезде SQL-дан алдырдық, сол себептен SQL-ді жинап жатырмыз. SQL-дің бір ұнаған жері бұл жерде вид черный, негізі басқа түрлері бар, олар оранжевый болып келеді, оранжевый черный деген сияқты. Сондай-ақ толық ақпарат беретін болсақ, бұл бізде 180 ваттық 7000 герцке дейін ойнайды, сондай-ақ 99 децибелге дейін удар ұрып бере алады. Сондай-ақ тағы да мына жерде мінекей жанында қосымша ақпараттар жазылған. Орташа кедергісі бізде 4 Ом екен, сондай-ақ жаңа мощностьі бізде 180 ватт. Қалғандары енді мінекей өзіңіз көріп тұрсыздар. Жалпы бұның ішінде бізде не бар? Мінекей әдеттегідей ванючкадан бүгін тойдық қой кәдімгідей. Айтпақшы, ванючка деп қойымыз, ванючканың екі түрі берілген екен. Біреуі мына қараңыздар, біреуі бізде сәл қызылдау болса, біреуі оранжевый екен, екеуінің иісі екі түрлі. Мынау бізде свежестің иісін береді, бір сабын, порошоктың иісін, мынау енді бір сирен гүлдің иісі ма, сондай екен. Әдеттегідей бізде ішінде мінекей, сними обзор на любой продукт DL Audio и получи скидку 20%. Егер де сіздер осындай DL Audio динамиктерін қондырып жатқан кезде, осы видеоға түсіріп, YouTube-қа DL Audio хэштегін жазып салатын болсаңыздар, келесі заказ берген кезде сіздерге 20% жеңілдік берілетін болады. Сондай әдеттегідей бізде үлкен наклейкалар, бұл динамик 20-лықтар. Маған бұл DL Audioның ерекше ұнаған жері, ол әрине бізде мына арқасындағы кабель қыстыратын жерлер. Кез келген негізі қазіргі динамиктерді қарасаңыздар, пайкілеп жүреді, ал яқта пайкілемейсіздер. Бастың кабелін тықтың, жібердің и қысып қалады. Мінекей дәл осындай вид черный, өзінің SQL DL Audio деген надпистерімен сапа деген тамаша. Дәл осындайдан бізде достар мінекей 3 пара бар. Әрқайсысын ашып көрсеткеннен ешқандай пайда жоқ деп ойлаймын. Барлығы бірдей. Енді бұны алдағы уақытта қазір қондырып көреміз. Мүмкін болатса, енді тақа даусыма айтып жатырмын, енді кішкене арасы сәл прогресстерді, процесстерді түсіріп қойсаң, ақпараттар көрсетіп отырамын деп. Егерде, ал бірақ енді 24-те 7 қасындаймыз, сол себептен жүріп жатқан процессті көрсете алмаймын. 2-3 күннен кейін дайын болады дейді, 2-3 күннен кейін келеміз, көреміз и сонымен қондыратын боламыз. Мінекей біздің картта осында 3 20-ка, 2 анандай рубр тұратын болады. Мінекей дәл осылай. Соған орайда бүгін бізге мінекей динамиктерімізде келген болатын. Ал ескі динамиктерде не істейтінін алдағы уақытта айтатын боламын. Дәл осылай жинаймыз енді тамыр. Қалай былай? Маған негізі айтады да досым, 4-еу жинаса дейді да нерге мінекей. 4-еу, 4-шісін қойып нерге дейді да. Сол кезде шыңғырады дейді да. Енді базар жоқ, музыка деген ауру ғой. Жинаған сайын кете бересің. Вот осымен тоқтау керек та, короче. Нормально мына тамыр. Қоймай қаласың ғой. Қалған артқы полкаға жинайсың деген сияқты ғой. Шли перебор емес. Жоқ, алдыға жинамайды. Норма, шандай бір. Норма, бірақ мощный динамиктермен ше. Шыңғыратын. Бізге мынандай керек емес. Мына қараңыздаршы. Мынау енді перебор енді, қараңыздар. Әркімнің кайфы әрқалай ғой. Татауа King Sound'тың мықтылығына таң қаламын да. Музыканы не только машинаға, мынандай чемоданға жинай беретін болған ғой қазір. Мына қараңыздаршы. Егер де мынау андай ғой, машина ұшақ адамдар болады, музыка тыңдағысы келетін ше. Солай айтамын ғой. Короче, корпусте болады да бокс ше. Короче, мынаны қақтан питание береді тамыр? Аккум ба? И АГМ зәркілеп жүресің, иә? Короче, мына жерде мінекей АГМ тұр, магнитофоны, усилителі. Буфер не, бұл шыңырады просто ішіне. Буфер жоқ, удар жоқ. Анда ше, анау баяғыда Американың киноларға дейді, ұстап алады ғой. Дәл сондай ғой. Алла сонымен достар, бүгін бізде видео түсіріп жатқан 3-ші күн, ал бірақ процесс болып жатқанына уже 5-ші ма, 6-ші ма күн. Біздің подиумдар уже дайын болып қапты. Подиумның жасалуына 2 күнде уақыт кетті, қателеспесем. 2 күн уақыт. Бүгін 3-ші күн екен. Бүгін 3-ші күн. Мінекей қазір соң жағына таяп қалды. Қазір мына жерлерді текстеп, бір жуамызда уже сала береміз. Уже дайын екен. Полный қатырып, әдемілеп. Мінекей өзіміздің тура өзімнің ойымдағыдай. Динамиктеріміз ровно отыру үшін шеттерін бәрін зазорлан әдемілеп келтіріп жатырмыз. Қазір ақ деген ойшын жуыла салатын нәрсе. Кейсем бірақ мастерім жоқ екен да. Ассалаумағалейкум. Мастердің ниеті неден, неде? Екінші адамын сөзбен. Мастердің ниеті неден, дай? Мастер. Сенсей. Сосын достар, бізде тұрған старый кабельді шығып тастаймыз. Ол жерде бізде жіңішке кабель тұрған. Енді бізге 320-каны шыңғырту үшін бізге қалыңдау кабель салу керек екен. Сол себептен полный кабельді қайтадан шешіп, қайтадан салатын боламыз. Олай болса, қазір мінекей детейлинг центрге келдік. Алдыменен көлікті кіргізіп аламыз. И сонымен
жұмысқа кірісе берсек болады. Алдында мынау естеріңізде болса, пленка жаңадан жабыстырған едім. Сонда да короче мынаны тағы да біреулер келіп жыртқан. Білмеймін кім жыртып жүргенше, бір қолының сұғанағы бар адамдарға таң қаламын, бүйтіп кететіндерге жаңағыдай. Мынау адам деп енді нақты көрмеген екен айта алмайсың. Бірақ точно өзім емес та. Бүгін деген ана Астана қаласын кім білетін болса, Салта деген жер бар. Ана машина тұрып айқайлап тұратын жер ше, Чимкенттегі Байдыбек би парк сияқты. Астана қаласын Салта деп айтады. Сол жерге барамыз кешкі таман. Дай знать. Түрлердің өзі әдемі ғой. Сосын достар, ақыры енді біз мысалы алдыңғы карттарда осындай материалдар жасаттық па? Енді ойлап отырмын, артқа 2 картты осындай стете салу керек па деп ше. 4 картымызда бірдей болып тұру үшін. Дұрыс па досым? Дұрыс. Так достар, бізде ескі кабельдеріміз негізі 18-лік болған, 18 мм-лік. Енді біз қазір мынау 3 динамикке 14-лік па сондай салдырып жатырмық. Енді қайтадан кабельдерді ауыстырамыз деп айттық қой жаңа. Мынау енді кішкене более прочный, гелевый, ертең уақыт өткен кезде сынбайды. Медовый дейма не дейді, тамыр мындайды? Бескислородная медь дейді. Бұл, короче, ертең сынбайды. Жақсылап қатырып қойдық, мынау еді смерть енді. Ана өткенде мен негізі біреулердікіне отырасың ғой. Есігін жапқан кезде апшып кесе тарс етіп бір ашып жабылады ғой ше. Сөз таң қалдым, не жүрсең қатырып қойға болмайды деп. Мінекей біз мынандай ұзын шуруп арқылы біз мынаны есікке қатырдық. Нәтижесін айтпақшы, жаңа кесеміз деген жерлер кесілмеді. Мынаның өзінің динамиктер сиятын болып шықты. Мына екеуіне сияды, мынаған сыймады, мынаны кесеміз. Так, мына жерде достар, біз музыка жинап жатсақ, бізден алдын мінекей жиналып шыққан бір машина бар. Бұл жерде жігіттер 3/20-ка, бірақ 1 рупормен жинаған. Сондай-ақ AMP-ның сеткасын қондырған. Жаңа енді бұлды қосып тексеріп көріп отыр, айырып тұр дауыс деген. Бұл жігітте мінекей Дайлдікін жинаған. Дайлдың динамиктері. Сол себептен сіздерге айтамын ғой, әлі де кеш емес, ойланыңыздар. Дайл деген, қазір деген жаулап жатыр бүкіл жерде. Достар, мінекей екі жаққа да кабельдерді өткізіп қойдық. Қазір тақа досым енді усилительге бәрін жалғап отыр әдемілеп. Ал енді нәтижесін көрсетіп кетейін. Екі жағында апшипкасын қатырып қойдық. Енді бұның сыртынан қазір динамик жабылады. Сонда біз ертең болашақта апшипканы шешуіміз үшін алдыменен динамикті алатын боламыз. Одан кейін барып мыналарды шешіп апшипканы алатын боламыз. Зато качество крепко ұстап тұрады, мықты ұстап тұрады. Яма музыка есік атып жабасын, қатып жабасын. Сол кезде апшипканың ашылып жүрмейді да. Ал осы мінекей қазір кабельдерін жүргізіп алдық. Енді қазір мына жерін жалғаймыз усилительді. Одан кейін динамиктерді қондыратын боламыз. Бізде енді достар бір но болып тұр. Мына жерде досымызда сетка қалмай қапты. Сетканы біз күтеміз ба, либо басқа жерден барып аламыз ба, тамыр. Мінекей мына жерге тарта әкеп қойды. Айтпақшы достар, тағы да сондай бір айтып кететін ақпарат. Біз енді мына жерде мына 2 рупорды мафонның өзіне усилительсіз прямой жіберетін боламыз. Мафонның өзінен бізге алдына артына кабельдер шығады ғой да, сол 2 кабельді мына екеуіне жалғап қоятын боламыз. Сол кезде біздің рупорларымыз қиналмай ойнайтын болады. Ал мына 3 динамигіміз через усилитель шыңғырайын деп тұр ғой, шыңғырайын. Ертең алда уақытта көреміз. Әзірге осымен жүре тұрамыз. Егер де бұған ертең құлақ үйреніп қой таға адылдық подиумыз де басқасына секіреміз ау деп қойып неғып кетпесек, пока осыны көрейік. Анау алдыңғының өзімен мысалы мен 1,5 жыл жүрдім ба, 1,5 жыл жүрдім. Мына мен енді көреміз ертең бір жарты жыл ма, 1 жыл ма, әлі семерка бар музыка жинаймын десек. Сондай ойлап отырмын мен негізі тағы да артқа полкаға да хотя бы жаңағы бір пара 20-ка, бір пара 16-нар. Сол жаңа есіктен ескі шыққандарын сол жаққа өткізе салсақ па деп ше. Сөйтсем достар, оказывается андай бір не бар екен. Қалай айтсам болады? Мүмкіншілік деп айтамыз ба? Прогноз ғой былайша айтқанда, егер де артқа полкаға музыка жинайтын болсақ, ертең буфер қатып тұрған кезде аналарды қозғап босатып жібереді деді. Зачем? Керек емес деп ойлап отырдық та жаңағыда бір жағынан жинағым келіп тұр ше. Соны ертең көретін боламыз. Бүгінгі енді ролигіміздің басты мақсаты алдыңғы фронтқа карттарын жасаттық. Картқа 3/20-ка салдық 2 рупорымен. Енді қазір колонкаларды орнатып, настройки келтіріп, музыканың қатты ойнайтын, жай ойнайтын тексеретін аппарат жоқ, бірақ буфердікі бар, оларды тексере аламыз. Мынаны тексере алмаймыз. Десек те, примерно қазір музыканы қою арқылы, сөйлеу арқылы білесіздер ғой өздеріңіз. Ал осы көп сөйлеп, аузымызды көпірте бермейік. Жұмысымызды жалғастырайық. Енді біз қостыңға болды ма тамыр? Болды, короче. 2 каналды қосты. Енді, короче, все. Динамик қой, короче.
барлығын қондырдық, орнаттық, настройкасын келтірдік. Енді бұл по-любому жаңа динамик болғаннан кейін баста 1-2 күн кішкене динамик созылып алғанша төменгі настройкамен музыканы қатты қоймаймыз. Солай жүре тұрамыз 1-2 күннен кейін и навальт ету деген басталады. Ал достар, мінекей осындай керемет динамикпен бізді қамтамасыз етіп жатқан әрине бірінші очередь DL аудиоға көп рахмет. Сондай достар, осындай керемет подиум жасап, өз поддержкасын беріп жатқан әрине Астана қаласындағы Автозвук Астана King Sound осындай керемет поддержка беріп жатқан екен. Неге спонсорларды біз өзіміздің көлікке жабыстырмасқа? Осындай керемет наклейка бар екен. Хамелеон түстес, әрбір жатқан қарасаңыз жылтырайды. Сол себептен бізден де поддержка болсын, наклейканы жабыстыра аламыз. Айырып тұр достар, общем айырып тұр. Енді пока енді бастамасында 1-2 күнде қатты шығармаймыз, қатты навальт етпейміз. Оларға кішкене созылу керек, жақсылап жұмсару керек, одан кейін барып айқайлататын боламыз. Қазірдің өзінде. Енді примерно елестете берсеңіздер, 320 деген. Сонда қаншаға шығару керек енді максимальный? 40 па? Пока 40. Питание бойынша 40. Біздің вольт метріміз 12 киловатт жатыр, того на мощный бар ғой. Енді по-моему бізде енді мощный генератор табуымыз керек болып тұр. Бізде тек сатылатындар 140 ампер, простойлар 102 ампер бола ма? Арнайы біз енді 200 ампер сенеміз қанша? 240 амперлік сетуіміз керек. Енді келесі мақсатымыз сол, оның өзі ақшасы өте қымбат. Ата достар, нәтижесі өте керемет. Сапа, качество, тема. Әрине ол тақада осы ма душа рахмет красавчик. Вот көріп тұрмыз алды, қолынан балтамған. С любовью, махаббатпен жасалған жұмыстар болады онда ше бір. Болды ма настройкасы істеп қойдың ба? Алты құрметті достар, мінекей динамиктердің барлығын жинадық, айқайлап тұр, жыртып тұр. Енді 1-2 күнге кішкене созылған деген осында жүре тұрамыз. Десек те бірақ сапа өте тамаша. Әрине осындай динамиктерімізді қамтамасыз етіп отқан DL аудиоға көп рахмет. Сізде достар кереметтей колонкалар, усилитель, кабель, буфер барын аласыздар. Толық қана сілтемесін описанияға қалдырып кетем. Кіріп өздеріңізге ұнаған динамиктеріңізді, буферлеріңізді заказ берсеңіздер болады. Сондай достар, осындай подиум жасап беріп жатқан, көмектесіп жатқан әрине бізде Автозвук Астанаға көп рахмет. Рус, специально тебе большое спасибо, что такой помощь. Если что, достар, сіздерде мінекей осындай келіп, музыка жасаңыздар болады. Рус деген жігітке келіп, модельден келіп дейтін болсаңыздар, сіздерге жеңілдік жасайтын болады. Олай болса, видеода өз мәресіне жетті. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарийде керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, біздермен қоштаспаймыз, және келесі кездескенше аман сау болыңыздар.